Бұл менің ауылым Көлғамыс, бақытты балалық шағымның мекені. Ал мынау мен, ауылымды сондай жақсы көремін. Кіндігімнің жасқаны, тамған жерім ауылым. Шабытымның асқары, самғаушы едім ауылым. Жастығымның куәсі, шұрқыраған ауылым. Жусаны мен жуасы, бұрқыраған ауылым. Жастығымның куәсі, шұрқыраған ауылым. Бізде осындай қыстың қызықты күндерімен қоса, қарлы, боранды түндері де болып тұрады. Боран демекші, ауылда жақында бір қызықты оқиға болды. Оны сіздерге көркемдеп қалай жеткізсем екен? Таптым. Оның аты Боранды түнде. Ал анау жүрген осы оқиғаның басты кейіпкері Қайсар аға. Нағыз жігіттің сырбасы, астындағысы күрең қасқа. Күрең қасқа жас бәйге бермейтін, қыз көрінген аң құсты құр жібермейтін жүйрік ат. Қасқыр, қоян, түлкі дегендерің Қайсар ағам үшін түк емес. Алады да соғады. Бірақ осы ағамыздың бір кемшілігі әлі күнге үйленбеген бойдақ. Сүйген қызы да жоқ емес. Естуімше, көрші ауылдағы Бекбергеннің қызы Кәмен. Сол Бекберген қызының қалың малына осы күрең қасқаны сұратыпты. Әрине оған ағам өкпелі. Меніңше, күрең қасқаға айырбастауға тең келетін қыз жоқ. Қайсар аға келеді, түлкі соғып апты. Ассалаумағалейкум аға. Уағалейкумассалам. Уағалейкумассалам. Ал аға, мына жеңгеме байлаған болсын. Жеңгеңді Қайсаржан өз түлкімен көмдің ау. Қалай, кешегі шаруаң не болып жатыр? Ой ағаны, атам болмай кеткір Бекберген қызының қалың малынан мен жалғыз күрең қасқам сұратып отыр дейді. Ал сонда не деп жауап бердің? Не деймін? Оттамасын дедім. Қой, қыз балыққа салдың ба? Аға, кешке сіз неге жиналамыз жігіттер ол. Қызды алып қашуға бекініп отырмын. Жарайды, келіңдер. Барам десеңдер, машинамен барыңдар мінекей. Жоқ аға, машинаның қажеті жоқ, тымысы бар, ел жұртқа көніп қалармыз. Ат жана дұрыс болар. Ең сізден көмегі, мына боқ мұрныңызды берсеңіз, жайрақ ат ұстап тұратын адам керек қой. Жарайды, өзі қызбен келісімің бар ма еді? Мен келісіп отыр. Жарайды, онда барып келсін. Жолдарың болсын. Сонымен бір кәдеге жарап, қыз алып қашуға мен де баратын болдым. Осы ауылдағы үйт құс қаптап кетті дейді. Шамалысы Қайсардан да қалмай жатқан шығар енді. Иә, сол Қайсар бүгін келіп мына жеңгесіне бір түлкі байлап кетті. Құдай қаласа бір іші киен ба деп отырып, Қайсар қайным әкеп беріп жатыр ғой түлкілерді. Ассалаумағалейкум. Әке, Қайсар аға жігіттер болса сыртқа шықсын деп жатыр. Мынау да бізбен бірге қыз алып қашуға бара ма сонда? Иә. Қой таста, бір жерге қалып қойып жүресің. Басыңызға бәле болып жүрсің, қалса едім де. Немен барасың? Ана қорқылдағы шабдар бермеймін ба? Қой, барса бара берші. Барса не болыпты? Кел, жаным, келе ғой, жаным, жуат ше ғой, жаным. Қайсар аға сөз жанындай жақсы көреді. Атын ұстап тұрса да несі кетіпті? Ренжіме балам жаным. Нағашыларың ғой саған айтып жатқан балам жаным. Олай болса аға, біз қозғалайық. Қайсарды енді күткізбейік далада. Ал онда түнде қалмай жолға шығыңдар, сапарларың оң болсын. Олжалы оралыңдар. Ал бір Аллаға тапсырдым өздеріңді. Жолдарың болсын. Кәменжанды аман есен қолымызға әкеп. Жақсы жеңеше. Қалайсыңдар жігіттер? Дайынсыңдар ма? Иә Қайсар, қыз дайын болса, біз дайынбыз. Қайсар кәменді ауылға келін қылып тұрсақ,
береке болар еді. Иншалла, солай болғай. Өзінің де жүрегі алып ұшып күтіп отырған болар. Солай болса жүрейік. Тұрмайық екен мен. Кет тұрғандар. Тоқтаңдар жігіттер. Байқайық, абайлайық. Біреу-біреуге қол жүрмейік. Боқмұрын, сен біз келгенше ұстап қалып жүрме, жақсы ма? Айдаржан, сайрақ атты алып тайына тұрады бол. Мен хабар бергенде келетін бол, жақсы ма? Жақсы аға. Қалай долай бүгін ауылға кәмен жеңгенде ауылға келін қып жүрейік. Жақсы, жақсы. Кеттік онда жігіттер. Кеттік аға жүріңдерге. Шу, жақсы. Шу. Осылайша көрші ауылдағы Қайсар ағамның қалыңдығы кәменді алып қашуға аттанып та кеттік. Бұлайша ауыл жігіттерімен үлкен істе бірге жүруім ерлікпен пара-пар емес пе? Ертең ауылдағы балалар бұл ерлігімді естігенде не болар екен? Әсіресе Әсеттің іші күйетін болды-ау. Түн қараңғысымен жайлап кәменнің ауылына да келіп жеттік. Манағы уәде бойынша жігіттер қызды алып шығуға кетті. Мына боранды деп кетті-ау. Атаңа нәлеттір. Салпас үйге оңай болтпай сендерге. Ей, тоқтаңдар, тоқта. Мынаусы қайсы тағы? Ассалаумағалейкум аға. Сен кімсің? Мен де сол қыз алып қашуға келген адаммын. Немене, далада жатқан қыз бар ма екен сендерге? Білмеймін, бірақ менің Қайсар ағамда жігіт жоқ. Әлесін қарай көр өзінің. Кісендеп тастайын досы. Өзіңіз біліңіз, бірақ менің кәмен жеңгемді көрсетсеңіз болғаны. Өзің бір жүрек жұтқан бала екенсің. Тоңдың ау, бала білем. Иә, тоңып қалдым аға. Жүр онда үйге барып шай ішейік, сосын сөйлесе жатармыз. Ол керемет теңіз бұл. Екі елге жақын қалды. Екі елге жақын болды дейді. Жақсы, жақсы. Енді айналған шегіне айнала болып жақсы болады сол. Қалғаннан шұжықтар істеуіміз керек енді. Ассалаумағалейкум. Уағалейкум ассалам. Мынау бала кім қасында жүрген түнделеді? Мына баланы мен нағыз бау көспе ұрма дедім. Біздің көрші ауылдағы Дина апайдың баласы. Қайдан шықтың қорағынан? Келіңдер, шайға келin. Отырыңдар. Өзі тоңып қалыпты, түнделетіп жүргенсің мына баланы. Айналайын тоңып тұрсың. Қалай, амансыздар? Аман, біз өздерің қалайсыңдар? Бала шағам Ал, неғып жүрсің? Жай жүрмін аға. Ой, осы барантында адам жай жүруші ме? Біз бұл ауылға қыз алып қашуға шыққанбыз. Кімнің қызын алып қашайын депсіңдер сонда? Білмеймін, бір Бекберген деген кісінің қызы деп еді. Балалайдың ұлы қаттас деген осы болады. Енді ол қызды алып қашалдыңдар ма? Жоқ, ол қызды алып қаша алмадық. Мен ат ұстап тұр едім, жігіттерден адасып қалдым. Орынның біреуі бұнау екен ғой, жүрген жүгіма. Бекбергеннің қызын неғып алып қашайын жүресіңдер? Өйткені ол өте жаман кісі екен. Күйеу баласының жалғыз атын шығарды. Ол қандай аят ол, күйеу баласынікі? Күрең қасқа. Күрең қасқа бізге жаз бойы бәйге бермейтін, қыс бойы қасқыр соғатын жүйрік ат. Шынды күрең қасқа ғой. Ол, ал күйеу жігіт қандай жігіт сонда? Нағы жігіттің сырбазы, мынандай қасқырдың өзі, оның шошалында мынандай боп толып жатады. Неғыл дейді? Сонда Қайсардай жігіт жоқ дейді ғой өзі. Қайсар жігіттің сырбазы болса, өзі мынандай қасқырды көп аулайтын аңшы болса, асты мінгені күрең қасқа ат болса, неғып қайнатасын ренжітіп жүр? Жоқ, ол қайнатасын ренжіткен жоқ. Ол ертең қызды ұзатқан соң қызды жаяу жетектеп әкелеме сонда. Ол дұрыс емес болмыз. Ой, жөн. Әлгі бұқа білесіз, әлгі аты шуды күрең қасқаның кесі болса Қайсар бала екен ғой. Білдік. Күрең қасқаны қимай жүр екен ғой біздің қыздарды.
Әй, осы сендердің осылай созбақтап, жұмбақтап отыратындарың әй осы. Осы балаға жөнін айтсаңдар қайтеді? Ал айтсақ айтайық балақай. Манадан бері сенің адасып қалып, таба алмай жүрген жігіттерінің алып қашайын деп жүрген қызы мынау алдында отырған Кәменжан біздің. Ой, Кәменжан Бекберген деген менің немерелі сінімнің қызы. Менің қызым болады. Сендердің келетіндеріңді естіп, Бекберген ағамыз Кәменді біз үйге жіберіпті. Сендердің ауылдарынан анау Зағипа деген өсекші әйел бар емес пе? Әй, қойшы. Ол бізге осы әңгімені жеткізген. Ой, Зағипа шамал жердің хабарын біліп жеткізіп отырады. Жарайды енді, бізге оның сөзінің керегіне. Енді осы баладан Кәменжанды ертіп жіберсек қалай болады отағасы? Қайдан білейін? Кәменжан өзі Қайсармен уәдең бар ма еді? Иә, бар. Енді Кәменді тәтеме Қайсарда жезен тең емес пе? Баллаты ғой несі болған ғой. Жігітті ел мақтаған, қыз жақтаған деген осыдан. Белгілі азамат қой өзге. Жақсы білеміз ғой Қайсарды, олай болса не Қайсар істейміз? жақсы қой. Олай болса не істейміз отағасы? Онда мынау балаға етіп Кәменді сол елге жіберсек қалай қарайсыздар? Жөн, жөн. Ой, қайнағаның жөні болар. Айтарымыз, жеткізеріміз. Қадыр аға, бұлай аттанамын деп ойламаушы едім. Кінәм болса кешіріңіздер. Әкем де, шешем де сіздер боласыздар. Аттанған үйім, ата мекенім осы үй болар. Ой, бақытты бол. Ал енді Қадыр аға, балаларға батаңды бер, жолынан бөгемейік. Қарындасымыздың бағын байламайық. Өзіңіз батаңызды беріңіз. Бісміллә деп батамызды берек, мен бата бергеннен кейін Бекберген қайда барар дейсің балам. Қолың жай. Бақ берсін, бәлесін сақтасын, абырой беріп аман сақтасын. Жортқанда жолың болсын, барған жерің баянды болсын. Енді жолың болсын осылай. Кәменді шығарып салайық. Қайсардай тең жігіт тауылса, арманың болмас айналайын. Барған жерің баянды болсын ол. Бұлайша жолын болып кетер деп кім ойлаған? Кәменнің ағалары жастардың обалына қалмайық деп шешті. Осылайша Кәмен жеңгемді ілестіріп, ауылға үлкен олжамен оралдым. Кім бұл? Аға, мен ғой Айдар, аш есікті. Ой, бұл мұны сенбісің ей. Мен саған жоқтап айтып отырып қой, мана қайда қалып қойдың сен? Ішіндеме қайда шыққан? Көзі толыр. Кәмен? Мен есқап тұрған. Апа? Кәмен, сенбісің жаным ау. Қайдан жүрсің жеті қараңғы түнде? Ей, боқмырым. Жаным ау, Шынымен сенбісің алып келген? Ендігім еді. Шынымен де көріп тұрсың ғой, Айдар мені алып келді. Енді оған күрең төбеңді бересің. Ой, берем. Айдарға берем ғой, сен айтсаң болды Кәменжан. Береміз күрең төбе, сенің жолыңда садаға жаным ау, сол садаға ол күрең төбелі. Айдар, күрең төбені өзіме қайдадан сатасың ба? Сатпа інішегім, өзіңмін. Ей, ойлан. Сатам. Шынымен сатасың ба? Сатам. Не сұрайсың орнына? Жазғы тұрым, мұнандай бір тай үйретіп берсін. Мәде үйретіп берем. Әкел бұл. Биік шың қозға құмар қылған ауылым, бүлдіршіндей бір қызға сыңар қылған Кәмен жеңгемді ауылға келін қып түсірдік. Ал ауыл ақсақалдары, үлкендері өзара келісімге келіп, жастарға ақ баталарын берді. Той жасалды. Көл қамыс татулықтың бесігіндей, төскейде төрттілік мал көсілгендей, жасаған жақсылығы әмбек аян, сыйлайтын қасым демей, досым демей деп, жергілікті ақынымыз Абылай Мауданов жырлағандай, менің ауылым осындай. Бұл оқиға ауылдың бір күнгі қызығы ғана. Алда талай қызықтардың күтіп тұрғанына мен сенемін. Ал сол оқиғаларды мен сіздерге тағы бірде баяндап беруге уәде беремін.
түтінді ұшып атып шелек созған ауылым. Ай көрмесем құмарғып жүрек қозған ауылым. Көп торғындай көктемде сағым қуған ауылым. Алыс сапар шеккенде сағындырған ауылым. Көк торғындай көктемде сағым қуған ауылым. Алыс сапар шеккенде сағындырған ауылым. Алыс сапар шеккенде сағындырған